Құрметті сот, Алтай өңірінде туған қазақтың ең соңғы батыры тарихта қалған Осман батырға келіп, неге сіз осы Алтайда жүрсіз, қазақтың топырағына келіп отаныңызды қорғамайсыз ба деген кезде Осман батырдың жауабы: отаныма барып, қандасымның жанына барып, жау болғанше, жаудың ортасында жүріп батыр болған мың есе артық дейді да. Қазақта тағы бір сөз бар: батыр аңғал болады дейді. Сол бір жаңағы мына жақтан ұшып келді, мына жақтан ұшып келді деді. Сол бір Дубайда өмір сүріп жүре бергенде қамалмас па еді? Елім деді, отаным деді. Біздің ар намысымызға тиіп жатқаны темір қапаста отырғанымыз емес. Қазақта тағы бір сөз бар: арлан бөрі аңға, тауға шықса, шие бөрілер шиқылдап бастайды дейді. Шие бөрілер балағымызға жапсып жатқан намысымызға тиіп жатыр. Құрметті сот, олардың аузын қазір тыймасақ, жаппасақ, халықты басқа арнаға бұрып, жаман қылады, даттайды. Себеп жаңа қаңтар дейтін уақиғаны толығымен көріп шықсаңыз, журналистердің Евразия каналында айтатын мен күлем. Өзімнің әріптестеріме айтып жатырмын, не жасап жатқандарын түсініп жатсыңдар ма деп. 22 жылдың 7 қаңтарына дейін Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевтың қолында президентский аппарат болған жоқ билік дейді. 4 жыл бойы қайда отырдың, онда дейтін сұрақ туындайды да. 4 жыл бойы халықты атып, халықтың көз жасына қалып, қанша баланы жетімсіретіп, қанша елді жесірсіретіп, қанша ананы баласы зарлатып, билікке отырған маған ондай президенттің де керегі жоқ. Балық басынан шірейді дейді. Жоғардағылар дұрысталсын. Өмір бақи мен түрмеде отырмаймын. Өмір бақисыз сот болмайсыз. Мына прокурорлар өмір бақи прокурор болмайды. Сол үшін адам болып келдік, адам болып өтіп, тура қарасақ екен деймін. Құрметті сот, біз осы уақытты, осы сәтті күттік. Мен темір торға түскеннен бастап айтып келем. Сот болсын, мен сөйлеймін. Аузымды ешкім жаба алмайсыңдар. Маған Тимур Қырылдақ дейтін Немцовтың басшысының айтқаны: показания бер, сен кетесің. Сенің ешқандай қатысың жоқ қой. Сен бандит емессің, басқа емессің. Бірақ бермесең, өзінің тікелей аузынан шыққан сөзі: әйелің әркімнің астында қалып, балаң әкесіз, жетім болып, инсульт алған әкең бақилық болып кетеді. Мен сені 15 жылға түрме торында шіртем деді. Менің ар намысыма тиді. Бетіне қарап тұрып, бірақ езіліп тұрып шығаршы дегенім жоқ. Құрметті сот, Аллах көріп тұр. Засекай время дедім. Иншалла Аллахтың қалауыменен. Это государство само делает бандитов. Он мне каждый раз говорит: ты мне угрожал. 15 жыл засекай. 15 жылдан кейін шығам, ертесіне қайттан қамалам, мен сені тұрып қыламын дедім. Аллахтың атымен айтам, құрметті сот. Қамалып кетейін, басқа болайын. Ар намысымды таптаған адам, ол екі дүние болсын. Бұл дүниеде сұралмасам, ақыретте сұрайын. Осылар тілдерін тыймаса, әрбір келіп мен қанша заявление жазғам, қанша тергеушіге асылып өліп қалыңдар дейтін тергеуші болды. Асылып өліп қалыңдар дейтін келіп, мен кәдімгі Қырылдаққа заявление жаздым. Бандит қылып атқан, асылып қалса не жоқ. Давайте посмей. Жоқ, СМИ, сол СМИ да тілдерін тыйсын. Даже СМИ керек емес. Құрметті сот, СМИ да керек емес. Мына жерге келіп алып, Бекзат дейтін прокурордың провокацияға шақыруы, бұл тікелей өлімге итермелейді. 2 жыл бойы өміріңнің астан талқаны шығып кеткен өмірдің ертең бостандыққа шығып керегі бар ма? Халықтың жауы бол. Халық жау қылудың қажеті жоқ. Міржақып Дулатовты 38-де ату жазасына беріп, 88 жылы Жангелдин ауылына әкеліп жерлеген кезде, Торғай өңірінде 73-ге келген Гүлнар дейтін қызы табытының жанында тұрып: әке, сен армансызсың, атың ақталды, мен қорқып едім, халық жауының қызы деп топырақтың астына кіріп кетем ба дейді да. Менің бірақ нәрсем: ұрдың ба? Мен ұрмадым демей, мен ұрдым. Мен бардым ба? Мен алаңға бардым. Елім тәуелсіздігінен айырылмасын деп бардым. Бірақ елді переворотқа араласты, елді бүйтті сөйтті дейтін өтірік әңгімелерді жинастырсын доғар. Мен сізге кешеде айттым, бұл Жуаспаеваның 2 постановление шыққан. Бұл сотты тікелей басқа арнаға бұру. Біздің Қазақстанның қоғамы, Қазақстанның заңы, кім арыз жазады, соныкі дұрыс. Арыз жазбағандікі дұрыс емес та. Ол кісілер сіздің сотыңызға келіп, үкім сіз қараңыз, тыңдаңыз, біз сұрақ қояйық, содан соң үкіміңіз шығарыңыз. ОПГ болайық, бандит болайық, бірақ бригада, они бандиты, мынау демейсің.
Кеше сонда бізді неге айтқан жоқ бұлар ОПГ Арман Жұмагелдиева деп. Шымкентте тұрып, ИВЛ аппарат 40 мың тұратындар 400 мыңнан 500 мыңнан осы үкімет қымбаттатқан кезде, біз барып таратқан кезде, дәрілер таратқан кезде, это они помогают. ОПГ-ның да пайдасы бар екен, неге айтпады ал? Үндеген жоқ. Талдықорғанның әкімі грамота беріп еді, ертесіне кешірім сұрап шықты. Міне, СМИ-да болып жатқан дүниелер, жағымпаздық. Мен өзім сол сферада жұмыс істегеннен соң СМИ-да ешқашан шындық айтпайды. СМИ-да ешқашан биліктен асып кете алмайды. Мына түрменің өзі биліктен асып кете алмай отқаннан кейін, күнде назарын бізге аударып отырғаннан кейін біле берсеңіз болады. Құрметті сот, сізден сұрарым, Жуаспаева дейтін азаматша 10 адамды қорғап жатыр ма? 24 подставшыдан 10 адамның тағдырын өтірікпенен, жағымпаздықпенен қорғаймын деп 45 адамның тағдырына балта шаппасты. Сізден сұрарым, ондай адамдар мынандай ортада жүрмеу керек. Ертең сіздің шаныңызға тиді ғой, құрметті сот. Әр неде айтасыз, мен қазір қорқам. Дәретханаға да баруға, жаңағы Сапарханова тағы біреу түсіріп алама видеоға дейсіз да. Сіздің ол жеке неңізге тиді, шаныңызға. Қараңыз, күнде қайталап, мен бақ өкілдерін теледидарды қосып қалсам да, жақыным маған келіп қалса да, сендерді бүйтіп айтып жатыр ғой, сөйтіп айтып жатыр ғой деп ар-намысым таптайды. Аудармай ақ қойсын, қазір бұлай болып кетеді, түсінді ғой бәрі. Сол үшін сізден үлкен өтінішпенен сұрарым, бұның барлығын тыйсаңыз, бұларға жабық сот болғаннан соң жабық түрде болсын, или қауқарыңыз жетпей жатса, ашық түрде елге жеткізейік кім екенімізді, не істегенімізді, қалай болғанын бәрін елге жеткізейік. Сондай мүмкіншілік беріңіз, біз қазақтың баласымыз, қазақтың жауы емес. Рахмет. Бердақ, қазақтың батырысың, құшақтадым сені бауырым. Аллах разы болсын саған. Красавчик во всех отношениях, родной. Айнала ұшып, басталды тағы ұшып, түнгі ақ төбенің